Сәлем команда, менің есімім Жұмаша Фарида, ашық саттағы директормын. Сіздерге бүгін Oriflame сайтында өзгерістер болып жатыр, соған байланысты адам тіркеуін қалай жасаймыз, соны үйрететін боламын. Ол үшін oriflame.kz сайтына Google'дан немесе интернеттен кіріп, осылай сіз өзіңіздің жеке логин парольдеріңізді жазып, қатесіз жазып, мына жерде войти дегенді басамыз, кабинетке кіреміз. Міне кабинет ашылды. Бұл жерде сумочканың төбесіне қарасаңыздар, сумочканың жанында өзіңіздің аваңызда фотоңыз тұруы мүмкін, немесе осылай бас әріптері жазылуы мүмкін. Соны басамыз. Мой бизнеске кіреміз. Мой бизнестен кейін уже рекрутирование, зарегистрировать нового консультанта деген шығады. Жаңа кеңесшіні тіркеу. Сол бойынша осы анкетаны асықпай, қатесіз толтырамыз. Себебі бізде заңды бизнес, бір әріптен қате кетуге болмайды. Сондықтан барлық жауапкершілікті алып тіркейміз. Міне мысалы, бірінші email'нан бастаймыз. Исабекова Жұлдыз деген ханымды қазір тіркейін деп жатырмын. Алла қаласа Oriflame компаниясына лидер болып бриллиант болсын. Алғашқы қадамы. Так, енді фамилиясын жазамыз. Удостоверение личности қалай жазылады, солай досконально қатесіз толтырамыз. Бір әріп қате кетпесін, қыздар. Есенгелді Кезі деген бөлек жазылады екен, сондықтан бөлек жазамыз. Номер паспорта. Біреулер иін жазып жатады. Жоқ, иін емес, удостоверение артындағы 9 цифр серия номерін жазамыз бұл жерге. 95. Енді дата. Мына жерден арнайы тереміз. 10 күні февральда тіркелген екен, туылған екен. 1993 жылға. Және де мына жерде көрсетіліп тұрғандай +7 деп тереміз. Телефон номерін 47 180 43. Номерді осылай қатесіз жазып аламыз. Ары қарай уже индекс, яғни индекстеріңіз адрес бойынша. Индекс білмейтін болсаңыздар, ең бірінші область тереміз. Область бізде Түркістан облысы. Район Ордабасы район екен. Мына жақтан өте ыңғайлы, барлығын тауып алуға болады. Ордабасинский Шұбарсу дейді. Осыны жазамыз және город дегенге Шұбар деп жазып қойсақ. Улицасы Қазыбек көшесі. Улица Қазыбек деп жазамыз. Қазыбек би көшесі. Енді сол Қазыбек би деген барлығын толтырып болғаннан кейін автоматом индекс шығады, қараңыздар. Осы индекс бойынша. Және квартира көшелерінде номер жоқ екен, сондықтан бір деп жаза саламыз. Енді консультант из моей структуры деген жерді не басамыз. Номер спонсора. Міне 631 54 65 соңғы номер бізден Дария деген қыз, соның астынан кетеді. Енді оны кішкене тексеріп аламыз. Не? Мынау зарегистрировать деген баспай тұрып, біз алдын ала қандай
фамилиясы шығу керек. Дария деген қыздың аты жөні барлығы дұрыс, номеріне дейін енді барлығын тексеріп шығамыз. Еш нәрсе қалдырған жоқпыз ба? Барлығы дұрыс. Енді бисмиллахиррахманиррахим деп осы қызымызды тіркеп аламыз. Зарегистрировать деп басамыз. Ал міне уже тіркелді. Алла қаласа Oriflame компаниясының лидері болсын. Енді осы номерді жазып алып, уже ол Юлдыз ханымға уже смс-пен код активация кетті. Код активация келгеннен кейін ол кісіге ссылка арнайы шығады. Яғни сол ссылка бойынша ары қарай уже паролін ойластырып, сол жерге жазатын болады. Парольді біз емес, өздері, тіркелген консультанттар өздері жасап алатын болады. Сондықтан барлықтарыңызға рекрут көп болсын осы каталог. Барлықтарымыз золото ашайық, яғни 14-ші каталог золото ашатын керемет мүмкіндік, керемет каталог. Соңғы барлығын пайдаланып қалайық. Ары қарай уже бұл кабинеттің активация жасауын ары қарай уже келесі видеода айтатын боламын. Іске сәт барлықтарыңызға.